Сәлем достар, бүгін сіздермен болатын мен бүгін Санжик. Достар, мен каналда көп болған жоқпын, сондықтан да мен блогер жүруді жөн көрдім, және де бізде бомж өмірі басталды. Менде қазір право жоқ, сондықтан право алуға бара жатырмын. Мен 5-ші уровень болсам да правом жоқ, яғни 14 күндік уақыт өтті. Енді дәл қазір право аламыз. Қысқасы достар, право алып болғаннан кейін мен МЧС жұмысын атқаратын боламын. МЧС-қа барамыз. Категория Б керек. Менде категория А мотоцикл бар, яғни мына жерде бізде 3-ші жауап ба, 1-ші жауап еді, қайсысы еді? 3-ші жауап көрейік. Дұрыс болып кетті. Мына жерде мен телефоннан қарап отырмын достар. Сіздерге де телефонмен қарауға совет берем. Телефонмен қарасаңыздар оңайырақ болады. Барлығы телефонмен қарайды ғой, былай қарап тұрсаң. Так, осы жерде 8-ші сұрақ бізде көріп жіберейін. 1. Так. Включает двигатель мед. Мына жерде бізде 3-ші жауап. Мына жерде менде 3-ші жауап болады ма, қалай? 4-ші жауап болады. 4-ші жауап болады екен. Мына жерде менде включает или открывает сол екен. Кстати, осы правоны алып болғаннан кейін, осыны тапсырып болғаннан кейін бізде әлі автошколдың беретін заданиялары бар, соларды орындап правомды алатын боламын. Правосыз бір күннің қарам екен достар, өте жаман. Достар, осы бомж өмірі бізде 10 сериясы болады. 10 серияның ішінде мен мүлде казикке бармаймын, және де казиксіз мен қанша ақша табатынымды көреміз. Мына жерде осындай заданиялар беріп жатыр, көк машиналарда. Так, достар, бізде дәл қазір 126 мың теңге бар, рубль бар. Мен осы рубльді 3 миллион рубль или 5 миллион рубльдің аралығында жинайын ба деп тұрмын 10 күннің ішінде. Осы 10 күнде сіздермен бірге жүйелі түрде видео түсіретін боламын, және сіздермен бірге болатын боламын. Достар, осы бомж өмірі сериясы 10 күннен кейін сіздерге ұнап жатса, каналға жазылып, және просмотр жинасақ, және комментарий жазсаңыздар, мен өзім түсініп алатын боламын. Түсірме деп комментарий жазсаңыздар, бұл жерде біз фар жағып жүретін боламыз. Осы жерде мен бұрында қатты қиналған болатын фар жағып жүруден. Орыстардан көрдім, бүйтім зорға таптым, короче. Өйткені блогерша енді ұстап жүрген кезде осыны өтіп болғаннан кейін қазір маған право береді. Өте күшті. Правоны бір құтылдым ау, осы праводан алудан. Енді біз қазір право болдық. Енді бізге бару керек МЧС-қа. Әдетті қай машинаны? Осыдан келе береді. Неге осы? Түсінбей, маркетплейс деп. Ашық екен, көрейік. Ашық екен, болды. Осымен біз МЧС-қа тез жетіп аламыз. Және де ояқта мен 2-ші, 3-ші уровень адамдармен бірге жұмыс істеуге тырысам, өйткені олармен жұмыс істеген кайф кәдімгідей. Достар, сіздерге совет. 2-ші, 3-ші МЧС жасасаңыздар, 2-ші, 3-ші уровень максимально болуға тырысыңыздар. Қанша доплата сұраса да мен түсірем. Болып алдым. Енді достар, неге кайф қой, ақшаң көп болады, еще опыт тез өседі. Мен мысалы 2-ші уровень адаммен болып алдым, мысалы оған мен 5 мың теңге доплата төлеймін мысалы. Бірақ енді заказдары да аз болады, кейбіреулер еще өз рөлі болып алды. Кайф, души дейсің. Енді достар, если сөйтіп заказ бар ма көреміз. 2-ші уровень заказ тұр екен, оны қабылдамай жатыр. Бәсе қабылдау керек қой. Достар, менде қазір 500 опыттай болады. Осы заказды орындап тастасақ. Қазір нақтыдан келіп жатыр тағы. Осы қайта келе берді ау. Шынымды келтіреді осы. 1000 метр бар екен бізге әлі. Және де 1000 метрді нешінші жүріп өтеміз. Айдаладан шықпағанына шүкір дейсің ғой. Айтпесе айдаладан шықса ше сандалып кетесің ғой кәдімгідей. Мен негізі 3-ші уровендерді кездестіре бермеймін, бірақ 2-ші, 3-ші уровендерді көп кездестірем. Бірақ жері
маған бір жағы ұнайтын жері опыт көп қосады. Өзіміз ойнасақ аз опыт қосамыз, 40 опыт, ama 90 или 90 плюс опыт қосамыз. Біз келдік, міне енді өшіріп тастайық. Мен мына жақтан бастап өшіре берем. Маған негізі МЧС болған былай ұнайды. Так, осыны істейтін болсақ, бізде 140 мың теңгедей болуы мүмкін. Енді қазір көрейік. Біраз жерді өшіріп тастадым мен уже. Анау қаяқты өшіріп жатыр, Міне соңғы заказ. Деймін, жоқ. Ай. Анадан қойды? Қайда анау? Ол шығып кетті. Міне достар, маған 90 опыт қосты және мен 10.800 теңге алдым. Напарнигім шығып кетті. Және де достар, мен бүгінгі видеоны аяқтаймын, бірақ напарник көре жерейікші. Мейлесейді, заказ бар ма екен көрейік. Заказ жоқ қой, осы бірінші уровеньде заказ жоқ, осы қиын жер. Іздеп көрейік, бір шамасы болса. Достар, осымен видеоны аяқтай берейік. Ол явно жоқ, жаңа шығып кетті. Өткен өшірмей жатты. Достар, бүгінгі видеоны аяқтаймыз. Келесі серия ертең шығатын болады. Міндетті түрде шығаратын боламын. Саламатта болыңыздар.